Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және дәмді болып шығатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Кейін қантты салып, миксердің көмегімен ақ көбік болғанша миксерлейміз. Кейін осы массамыздың үстіне сүтті құямыз. Ерітілген сары майды құямыз. Және қаймақты саламыз. Миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырып аламыз. Сұйық массамызға ұнымызды илеуіштен өткізіп саламыз және венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Ол үшін сары майымызды форманың ішіне жағып шығамыз, кейін үстіне ұнды сеуіп шығамыз. Дайын болған формамызға кексіміздің қамырын құямыз. Қызып тұрған 180 градуста қызарғанша пісіретін боламыз. Кексіміз дайын болды. Формадан өте оңай шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Кекс өте дәмді, жұмсақ, балғын болып шығады. Сіздердің сүйікті кекстеріңізге айналатынына сенімдімін, себебі өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Айгерім. Астарыңыз дәмді болсын.